Адамды адам ететін еңбек. Ол дәуірлер бойы дәлелденіп келе жатқан дүние. Ердің елге танылуы да сол еңбектің арқасы. Оның айғағы қазіргі қоғамда өзіндік орны бар шаруақор жандар. Еңбек адамға өзінің тұтынушылығын қамтамасыз етуге қажетті бүкіл заттар жиынтығын жасайтын адам әрекетінің негізгі формасы. Еңбек адамның өзінің қалыптасуында, оның сана, сөйлеу тәрізді қатынасқа қабілетті ететін қасиеттерін қалыптастыратын шешуші күш. Менің атам Илеп Тілепалды Тайлақұлы. Халқына қалаулы, еңбегі елеулі жан. Қазіргі таңда ауылдың қадірлі ақсақалы. Отбасының ақылшысы, немере шөберелерінің сүйікті атасы. Әрі бәріміздің қазынамыз деуге болады. Бейнетінің зейнетін көрді деген осы болар сірә. Осында келіп, өзімнің өмірдегі жолдарымды айтып өтуді жөн көрдім. Мен мектептерде дәрігерлік жұмыстың қиындығы мен қызығын білсем де деген оймен осы қызметті таңдаған болатынмын. Мен осы салада 41 жыл істеп, қызмет істеп, нәтижелі жаңарту жұмыс істеп, зейнетке демалысқа шықтым. Ендігі кезекте сол өзім өткеннің жолдарына қарап отырып, осы дәрігерлік жұмыстың қиындығы мен қызығы, халқымыздың амандығы мен денсаулығына деген халықтық қызметінің қандай жоғары дәрежеде екендігіне көзім жетті. Әрине, қиындықсыз қызық жоқ. Сол салада білім алсаң да, оны тәжірибе жүзінде іске асырудың да үлкен бір қыр-сырын біліп істейтін әнелікті жұмыс. Осы өзім үлгімді айтып, әр уақытта сендер мамандық таңдаған кезде дәрігер болсын, мейлі ұстаз болсын, табандылықпен әр ісіне өзің сол мамандығын жете біліп, сол мамандық сүйе білу керек. Сол мамандықты әр қазда аға ұрпақтан үйрене жүріп, сол заман талабына сай, көмек жасайды жасауды міндетті деп адам өзі есептеу керек деп ойлаймын. Сондықтан балалар, сізге тыңдаған рахмет. Әр қайсыларыңыз да мықты дәрігер, ұстаз болу үшін де ерінбей жалықпай оқып, сабақты әр уақыттарда осы заманның талабына сай мамандар болады деген сенімдемін. Мен Сейтхан Қарақат, 53-ші мектеп гимназиясының 8-ші сынып оқушысы. Менің апам Досбергенова Күлжамал өзінің өмірінде көптеген еңбектер жасаған болатын. Қазіргі таңда осы еңбектерінің жемісін көруде. 53-ші жалпы білім беретін гимназияға сәлем. Мен Сейтхан Қарақаттың әжесімін. Менің Қарақатым 4-ші немерем. Өзім өмірге 5 бала әкелдім. 2 ұл, 3 қыз. Екінші ұлымның қызы Қарақат. Енді мұнда өмір жолы менен жаңағы зейнеткерлікке қалай барып, қалай шықтыңыздар деген тақырып болып тұр деп тұр қызым. Енді әрбір адамның өмірі бір том кітап дейді ғой. Сол сияқты менің де өмірімде барлық нәрсе болады. Адам баласы болғаннан кейін қиыншылықта болады, қуанышта болады. Соның бәрін жеңіп, қазір мінеки жұбайымыз екеуміз 47 жыл ғұмыр кешіп, 5 баланы өсіріп, жан-жаққа таратып, ұлды ұяға, қызды қияға ұшырып, міне немереден шөбере сүйіп отырмын. Мен өзім еңбек жолын 74-ші жылдан бастағам. Алматыдағы жаңа бұрын айтатын ғой, Советский торговля техникумы. Соны бітіріп бухгалтерлік жұмыс істедім. Енді сол жемісімді жеп отырмын қазір. Ұзағырақ айтсаң, ол уақыт деген алып бара жатыр. Енді қысқартып қана айтайын. Қазір 53 жасында 5 бала менен жаңағы өкіметтің құрметі менен зейнеткерлікке шықтым. Қазір міне 67 жастамын. Сол жас кезде еңбектеніп, еңбегіміздің қиыншылығында, қиын кезеңінде көріп, өкіметтің алмалы төкпелі уағынан да аман есен өтіп, осы балаларды тәрбиелеп, қазір пенсия жаңа зейнеткерлікке шығып, зейнетімнің қызығын көріп отырмын.
Қазіргі таңда өзіміздің Көктал ауылының мәдениет үйінің жанында құралған әжелер ансамблінде жұмыс жасап жүрмін. Ән айтамыз әжелер, жастарға үлгі көрсетеміз, жастарды тәрбиелейміз, еңбекке, жаңағы әнге, мәдениетке. Міне қазіргі еңбегімнің зейнеті деген осы шығар. Бақытты ғұмыр кешіп жатырмын. Немере сүйдім, шөбере сүйдім қазір. Мінекей, осы менің қысқаша ғана айтқан зейнеттің, бейнеттің, өмір болғаннан кейін бәрі болады. Жастарға айтатыным, қиыншылыққа да төзу керек, қуанышқа да төзу керек. Қуандым екен деп асып кетпеу керек, жаман болып қалдым екен деп жасып кетпеу керек. Сендерге мықты, зор денсаулық тілеймін. Ұстаздарыңды құрметтеп жүріңдер. Рахмет. Еңбек еткен адам білімді, өнерді үйреніп меңгереді. Ұлы Абай атамыз айтқандай, талап, еңбек, 5 асылды бойымызға дарта білейік. Талаптанған, еңбектенген адам өз арманына жетеді. Қандай қиындық болса да жеңбей қоймайды. Ол үшін адам ерінбей, шыдамдылық, тұрақтылық таныта білу қажет.